Біздің командамыздың бизнес жобасы ол жарықтандыру шамдары, орысша айтсақ уличное освещение. Бұл жобаның авторы Велтворс командасы. Жобаның мақсаты энергия үнемдейтін, айналаға экологиялық таза, автономды жарық өндіру және орнату, осы шамды орнату арқылы елді мекендерде, қалаларда жаңағы қаланың сәнін келтіру, инфрақұрылымын жақсарту. Біздің бизнес жобамыздың сипаттамасы қолданылған бояқта материалдар көміртекті болат, металдың қалыңдығы 3,5 мм, шамның өлшемі 15-15 см, жарық көзі, қайнар шамдары, оның биіктігі, жалпы биіктігі 3 метр, типі шам бағанасы, орнатылуы жерге, тағайындалуы, ландшафтты жарықтандыру, стилі заманауи. Келесі ретте көше шамдарын артықшылығынан есептеп, қауіпсіздікті арттырады, яғни жарық көшелерде жол көлік оқиғаларына қылмыстық деңгейде төмендетеді. Негізгі артықшылықтары энергия үнемдейді, яғни заманауи энергия және күн панельдері бар шам электр қуатын 60-80%-ға дейін азайтады. Қызмет көрсету шығыны жағынан төмен болып келеді. Ұзақ мерзімді жарық диодты шамдарымыз жиі ауыстыруды қажет етпейді. Қала эстетикасын жақсартады, яғни бұл шамдар арқылы жарық көшелері тұрғындарға жайлылық пен тартымдылықты сыйлайды. Экологиялық жағына келетін болсақ, таза энергия тиімді технологиялар көміртек шығындыларын азайтады. Осыны ақылды басқару мүмкіндігі, яғни қозғалыс сенсорлы және уақыттық таймер арқылы автоматты түрде қосып және өшеді. Егер біздің жобамыз осы іске асқан жағдайда көшелердің жарықтандырылуы 100%-ға дейін қамтамасыз етіледі, электр қуатының шығыны 60-70%-ға дейін азаяды, ал қызмет көрсету мерзімі 5-7 жылға дейін ұзарады. Бизнес жоспардың экономикалық бөлімі бір шамның орташа бағасы 175 мың болса, өзіндік құны негізгі 120 мыңға есептеледі. Сонда үстемесі 45%. Айына сатылатын шамдар саны 20 дана. Жылдағы жұмыс айлары 12 ай. Түсім бағасы айлық түсім 20 дана, бір айда 175-ден өткізсек, 3 миллион 500 бір айда табыс табылады. Ал жылдық түсім 3,5 миллионды 12 айға көбейткенде 42 миллион өзіндік табыс табылады бір жылда. Яғни 42 миллионды 28 миллионның азайтқанда жалпы пайда бір жылда 13 миллион 200 табылады. Бұл экономикалық жағдай. Енді біз сол жасаған шамымызды көрсету үшін тобымыздың бұл шамды жасамастан бұрын геометрияға сай шетелкамен сызып размерлерін бір-біріне келтіре отырып құрап шыққан болатынбыз. Және де бұның шетелкамен сызып дәнекерлемеген. Және де стойкасын біз толығымен дәнекерлеп шықтық. Себебі стойка ол мықты болу керек. Сол себептен біз толығымен дәнекерлеп шықтық. Және де мынаны 15-15-ті біз шахматты тәрізбен дәнекерлеп шықтық. Сосын біз 20-лық профильный трубаны біз қолдандық. Бұған біз арнайы уголок арқылы және де уровень арқылы бір-біріне келтіре отырып жасап шығардық. Бұл және де біз толық жалғадық. Негізі бұл жерде басқа лампа тұру керек, орысша айтқанда дальний деп айтсақ болады. Онымен жаңағыдай барлық жерде освещение қылып шығарады. Болашақта біз ауысыра жатармыз. Бұны біз жасап шығаруға жаңағыдай 4-5 күн кетті. Және де краскілеу арқылы бір апта деп айтсақ та болады. Себебі ол красканың кейбірі бар. Және де біз краскілеместен бұрын біз шов жасалғаннан кейін қоштардан тазалай отырып, шлифование машинамен шовтарын тазаладық, тегістедік деп айтсақ болады.
Бұл жобаны жасаған кезде барлық мүшелері атсалысты. Өйткені бұл көп құрамдар оңай жасалған дүние емес. Бірнеше листтер бөлінді, оны кесу үшін мысалы біздің адамдарымыз жасайтын болсақ, біз краскау жағын көмектесіп, сосын дәнекерлеуде де мысалы мен өзім арнайы пән оқытушысың, және де Гүлжан Теміровна өндірістің оқытушылары екеуміз де дәнекерлеуге көмектестік. Балалар көмектесті, және де бізде кәсіпкеріміз бар. Сол кісінің ортақ барлығымыздың шығарған жобамыз. Жобаны істеу үшін бірінші біз өзіміз чертежді сызып алдық. Сызып алу арқылы біз ойлап қай жерде не тұру керек екенін барлығын ойластырдық. Және де бұны өзім жасап шығарған кезде әр жасаған уақыттарымызды өзіміз видеоға түсіріп, соны сіздерге экраннан көрсетемін.